Синоптиктердің болжамы белгілі болды. Ассалаумағалейкум, армағазаға арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқыларға тарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және байтүзет етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Наурыз айының соңғы күндерінде ауа райы қандай болатыны жарияланды. Қазгидромет РМК наурыз айының соңғы күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Азаттық рухы. Синоптиктердің мәліметінше Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз найзағай жылы көктем ауа райы күтіледі. Тек батыс өңірлерде ғана оңтүстік облыстың таулы аймақтарының кейбір күндері атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағаймен бірге жаңбыр жаууы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады. Оңтүстікте шаңды дауыл болуы ықтимал. Түнгі және таңғы уақытта солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде тұман түсуі күтіледі делінген синоптиктердің мәліметінше. Күндізгі ауа райы температурасы батыста +18, +27, солтүстікте +10, +17, орталықта +15, +25, шығыста +12, +20, оңтүстікте +23, +30 градус, ал оңтүстік батыста ауа температурасы сәл төмендеу +13, +20 градус шамасында болатыны болжанып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.